Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен келесі санды бөлік, бүтін бөлігінің қалдық бөлігін алу, осыған байланысты күрделі алгоритмдік есептерге біртіндеп өтуге байланысты келесі шығаратын есебіміз бұл күн басталғаннан бері n секунд өтті дейді. Яғни бір мысалы 12:00-ден бастап қазіргі уақытқа дейін бір өте үлкен бір секундтар саны өткен. Осы секундтар саны біз n деген айнымалыға меншіктеп тұрмыз. Енді соңғы минут басталғаннан бері неше секунд өткенін табу керек. Яғни мынанша секунд өтсе, соның бір осыншама бөлігінде соңғы минут бітті, соңғы минуттан бері осыншама секунд өткенін табу керек. Яғни соңғы минуттан бері неше секунд өткенін табу керек дейді. Осы есеп Java'да шығарамыз қазір. Есептің мәні. Секунд to last minute. Секунд программаның атын береміз. Add sample кодқа мына галочка қоямыз да, repository Java project тұра береді. Create. Бізге integer n деген санға біз тәулік басталғалы бір неше секунд өткенін жазамыз. Консольдан сол нені жазып алу үшін, консольға жазылған санды меншіктеу үшін, меншіктеп жазып оқып алу үшін бізге import Java util сканерді қосамыз. Және осы сканермен мысалы етсек болады. Консольді переменный ашсақ тең new сканер ішінде system n болады. Енді біздің n-іміз тең болады консольдағы мысалға next integer деген сан. Енді осы секундтар саны өтті. Соңғы минуттан бері қанша секунд өткен табу керек. Мысалға тәулік басталғалы бері 60 секунд өтсе, соңғы минуттан бері 0 секунд өтті. 61 секунд өтсе, соңғы минуттан бері 1 секунд өтті деген сөз. Яғни біз нәтижені яқтан raise деген бір не алайық. Немесе last min секунд деп алсақ, осы last min секундымызды тең болады. Енді 60-қа бөлген кезде соның қалдығын алсақ, ол соңғы минуттан бері өткен секунд болады. Яғни мұны қалдығын алу деген сөз. Және осыны біз нәтиже теңдік плюспен қоса саламыз. Runмен запускать етеміз, mainді басамыз. Компиляция болып отыр қазір. Мына жерге мысалы 61 секунд өтсе, соңғы тәуліктен бері нәтиже 1, яғни соңғы минуттан бері 1 секунд өтті деген сөз. Енді мына жерге n тең деп жазсақ, 61-дің алдына. Сол үшін бізге мына нәрсені көшіріп алып, n-ның сол n-ді жазатын жердің алдына қоямыз мына жерге. Тастап, мынаны n тең деп аламыз. Print ln алып тастаймыз. ln деген жаңа жолға тастап жүрмес үшін қайттан play'ді басамыз. 60, 120, мысалы 125 деп көрсек мына жерге. 125. Соңғы секундтан бері 5 секунд өтті. Мысалы нәтиже бітсек соңғы минуттан бері 5 осыған қосамыз. Секунд өтті десеге. Мысалы 60, 120, 180, 190 десек 10 секунд болады. Соңғы минуттан бері 10 секунд өтті. Яқта қойсақ болады. Мынау соңғысы сіздеріне практикалық тапсырманың көшіріп
жазатын кезде мынаның барлығы жазылу керек болады. Мыналардың бәрін, өйткені программа өзі автоматом ұқсастықты тексереді. 192 секунд. Осылардың бәрін түгел бірге жазу керек болады. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.